Жасаудан қорықпа. Егер бір нәрсені ойлап тапсаң, шығара аласың. Ешқашан басыңды төмендетпей, басыңды жоғары ұста. Қиын жол таңда, онда бәсекелестік аз. Өзіңе сен бәрі де орнымен оңалады. Адалдықпен, сендікпен мақсатына жет. Жол қанша ұзақ болса да, алға басады тоқтатпа. Өмірдегі ең маңызды нәрсе Правил царин, ақын, ағартушы, педагог, ақын. Ыбырай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин, ағартушы, педагог. Ыбырай Алтынсарин 1864 жылда Торғай қаласында мектеп ашылды. Сөз жартының бір білімді адамы былай деп жазады: 1791 жылы өзін университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт едім. Апта сайын Версаль қаласындағы шешеме жаяу барып қайтып тұратынмын. Біріншісіне Антон кедей адамға кездесуі. Екіншісі жолаушының бай болу үшін кеңес беруі. Үшіншісі Антон бейтаныс адамның сөзін. Төртіншісіне кейіпкердің бірнеше жылдан кейін басқа қалаға баруы. Бесіншісі тіленшінің өзін келіп таныстыруы. Антон қандай жетістікке жетті? Бейтаныс адам Антонға ақыл айтпағанда, ол осындай жетістікке жетер ме еді? Студенттің серігі Антонға не үшін кеңес берді? Бейтаныс адам жетістікке жету үшін не істейді? Антон айтылған сөзден қорытынды шығара білді ме? Антон қандай жетістікке жетті? Бейтаныс адам Антонға адыл айтпағанда, ол осындай жетістік. Маған сабақ ұнады, қазақ хрестоматиясы жазды. Сабақ ұнады, Ыбырай Алтынсарин туралы көп